Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін мен балаларға арнап сүзбе қосылған печенье жасадым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі балаларға өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін ең алдымен ұнға сары майды салып үгітіп, содан соң шым-шым тұз және қопсытқыш, сосын жұмыртқаны саламыз, айранды саламыз және қантты салып қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз дайын болған соң, оны мұздатқышқа салып, салмасы дайын болғанша сақтаймыз. Салмасын жасау үшін сүзбеге 1 қасық қаймақ салып, содан соң ұн мен қант салып, жақсылап араластырамыз. Соңынан жұмыртқаның ағын салып араластырамыз. Сонымен біздің салмамыз дайын. Мұздатқыштағы қамырымызды алып бөлшектерге бөлеміз. Өзіміз қалағандай кішкентай немесе үлкен етіп жасауға болады. Бөлшектелген қамырды оқтаумен жайып, оның ортасына 1 қасық салмасын салып, дәл осылай 2 шетін бекітіп, дайындап аламыз. Соңынан жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Достар, бұл печеньелер өте тез әрі оңай дайындалады. Ішіндегі салмасы да сыртқа шығып кетпейді, жұмсақ болып, және де ұзақ уақытқа сақтауға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.